Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Так, мен бүгін сіздерге лубрифилдің өнімдері металлиз бен бортекпен таныстыратын боламын. Бұның құрамы және қалай қолдану керек және бұның пайдасы. Осы үш тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз. Осыны видеоны соңына дейін дем бермей қарасаңыздар, кейін кез келген үйде де жасай бересіздер, неме болмаса өздеріңіз бізден дилер бағада сатып алып, оптом бағада сатуға да жұмыс жасауға да бұл үлкен сіздерге пайдасын тигізеді. Және сатқан сіздердің клиенттеріңізге, тұтынушыларыңызға үлкен пайда келіп алғысын алатын боласыздар. Сондықтан соңына дейін асықпай тыңдаңыздар. Бірінші металлиз жайында айтып кетейік. Металлиздің құрамы бұл күміс, мыс, қорғасын. Осы үш детальдан тұрады. Дәл осындай детальдан тұрады деп Ресейде де шығарылған присадкілер бар, бірақ екеуі салыстырылған, санасылған, мүлдем салыстыруға келмейді. Бұның конкуренттері көп жағдайда жаңа фильтрді нені бітеп тастап, сондай қиын жағдайларға тап болған. Ал бұл 92 жылдан бастап қолданыста ешқашан ондай қиыншылық туындатпаған. Бұл металлиз. Ал мынау бортек. Бұл нетред бор мен керамиканың қосындысы. Құрамында ұсақ түйіршіктер жоқ. Енді пайдалануын айтып кетейін, сосын соңында пайдасы туралы нақты бөлісетін боламыз. Пайдалану жолы ең бірінші бұл металлиз. Металлиз дегеніміз бұл реметаллизант. Ал мынау қабыршақ түзуші. Присадкінің тағы үшінші түрі болады. Мынау да мынаны мүлдем присадка деп айтпасақ болады. Реметаллизант деп бөлек шығаруға. Мына присадка қабыршақ түзуші болса, тағы үшінші присадка бар, просто купил продалға тек құйып жібересің, майды қойылатады, бір уақытша әсерлер беретін. Ал мыналар нарықтағы автокөлікті толық қорғауға және май жеп кеткен жаңағыдай уже износ болған болса, соны қалпына келтіруге арналған присадкілер. Так, қолдануға көшеміз. Бірінші реметаллизант, мына жерде неге екеу, біреуі 6, біреуі 8 деген. Жалпы өздерінің өлшем бірліктері бойынша мынау 6 цилиндрге дейін, мынау 8 цилиндрге дейін деген. Бұл жерде екеуінің артықшылығы тек қана көлемдерінде. Көбірек расход болса, мына 8-ді құюға да кеңес беремін. 4 цилиндр болса да даже болады. Так, енді қалай қолданамыз? Металлизді қолданудың бірінші жолы қозғалтқышты толық жуып, шайып, оның құрамындағы майдан, присадкіден қолдан келгенше құтылуға тырысу керек. Өйткені бұл реметаллизант металмен жұмыс жасайды. Яғни оны қалай жасаймыз? Ең біріншісі ол қолдан келгенше раскоксовка жасау керек. Біз енді өзіміз тәжірибеден өткіздік. Бірінші раскоксовканы, соның ішінде мынау лавр, осы пенный түрі қауіпсіз, жеңіл және әйтеуір өзінің пайдасын беріп жатыр. Осы уақытқа дейін 600 машина автокөлікке істесек, соның 70% өзінің ризашылығын білдірді Ақтөбеде, Алматыда. Одан кейін раскоксовка жасап алғаннан кейін, бұның раскоксовка жайында кейін видеосын шығарамыз. Сол видеосынан толық қарап алып, мынаны үйде де жасай берсеңіздер болады. Өте жеңіл, оңай және нәтижесі жақсы көбіне. Одан кейін анамен раскоксовка істеп болғаннан кейін 5 минуттық феномен промывка жасап жібересіздер де, одан кейін уже металлизді маймен бірге құясыздар. Қараңыздар. Енді маймен бірге құюдың алдында мен оны қазір айтам. Қазір басқа жолдарын айтып кетейін. Енді раскоксовка жасау қиындау, болмаса ақша жағынан болмай жатыр, немесе ондай қатты кокс жоқ сияқты деген сияқты әртүрлі ой болады. Бұл енді коксты түсіру ғой кольцтың айналасындағы. Май жеудің енді үш түрі болады. Мысалы сапоннан болады, маслосъемныйдан болады және поршневой комплекстен болады. Ол жерде гильза бар, поршень бар, кольца бар, кокс бар деген сияқты. Кокс болса мынаумен түсіріп алуымыз керек деген сияқты. Енді кокс менде қатты емес, болмаса оған дейін жасадым десе, мына феномның бізде 200 километрлігі бар. Сол 200 километрлігін құйып, көне майға, сонымен 200 километр жүріп келіп, ағыз жіберіп құюға болады. Одан кейін үшінші вариант, енді амал жоқ, тезірек, давай мен құйып нәтижесін көргім келеді десең, осының 5 минуттық жаңағы шайы бар, сонымен мотордың старый жаңағы майына, көне майына құю арқылы төгіп, мынаумен шайып, төгіп, содан кейін жұмыс жасайсыздар. Содан кейін жұмыс жасағаны бұл үш жағдайда енді бір идеальный, орташа және ең бюджетный вариантта, тез уақытпен де, ақшамен де. Сол үшеуінің біреуін пайдаланғаннан кейін мынаған кірсек. Енді майды құйдық, оталдырдық жаңа маймен. 5-10 минут автокөлікті қыздырамыз, өйткені присадкілер маймен араласуы 50 мен 70 градус аралығында жақсы болады. Өте жоғары деңгейде болады. Заводтардың өзінде мен білдім, сол 70 градуста майды присадкімен араластырады екен, базовый майды. Сондықтан мотор шамалы қызған кезде бір 5-10 минут май шамалы қызған жағдайда мына металлизді құйып жібереміз. Бұл металлиз далада аязда қатып тұрмау керек, жылы жерден кірген болу керек, және шайқаймыз. Өйткені жаңа айтып кеттім, күміс, мыс, қорғасын бар, құрамында металдар,
моторға құйған бойда оталдырамыз. Бұны құйған бойда. Өйткені құйып қалып қойса, ол астыға поддонға түсіп, одан кейін көтеру оны қиын болып қалуы мүмкін. Сіз енді моторды ашып жүрмейсіз ғой, білмей қаласыз. Сондықтан құйдыңыз, бірден оталдырдыңыз. Және одан кейін 100 километрге дейін автокөлікті сөндірмеген жақсы. Өйткені тәжірибе бойынша Ресейдегі 100 километрден кейін бұл араласып, өзінің жұмысын бастап, бұның қызметі мынандай, мысалы, желінген қоқыстар болады, мынандай жеңілген шұрық тесіктер болатын болса, сол жерлерді бітеу ғой бұның мақсаты. Сол бітеу арқылы, мысалы, май жеп тұру гильзадан болса, сол гильзаның орнын толықтырады. Мысалы, майдың давлениесі жоқ, бір желінген жерлер болса, соны толықтыру арқылы майдың давлениесін көтеріп, мотор уже жұмыс жасап, уже мотор тыныш жұмыс жасап бастады, бензин расходы азайды деген сияқты отзывтар жетеді. Енді ол Ресейде, әрине, Қазақстан бізде енді қолданып бастап жатырмыз ғой. Енді бұны қолдандыңыз, кетті, бұдан риза болдыңыз, майдың расходы енді әрине себеп осыған байланысты, гильзаде, поршында мәселелер болса, бұл шешеді. Ал енді маслактан болып тұрған болса, сапуннан болып тұрған болса, ол естественно бұл шеше алмайды. Не болса да бұның құйғаныңызға өкінбейсіз, өйткені қозғалтқыштың жұмыс жасауы, уже моторды қорғай бастады, сенімді боласыз. Одан кейін келесі заменаға келген кезде сізге көмекке Бортек келеді. Неге? Өйткені бізде металле шұрық тесікті жабатын болса, тек қана шұрық тесікпен жұмыс жасайды, және қатты қызып жатқан жерлермен жұмыс жасайды. Одан кейін мына Бортек бұл барлық май жүретін жердегі бүткіл детальдармен жұмыс жасап, қабыршақ түзеді. Бірінші қабыршақ түзеді, одан кейін міне екінші сырғанау. Ең үлкен деңгейдегі сырғанақ қабыршақ түзеді. Сырғанақ болғанына байланысты май шаршамайды біріншіден, екіншіден үйкеліс 0,2%-ға дейін түсіп, үйкеліс болмайды ғой майда. Майдың өмірі ұзарады, және де қысқы аяз уақыттардағы, мысалы салқындағы таңертеңгі оталыстар жақсы болады. Қабыршақ түзгенге байланысты ешқашан сухой трение болмайды. Турбированный қозғалтқыштар, Subaru'лар, 4 цилиндрге май барып болмайтын. Сондай автокөліктерде таңертең кез келген Toyota'ларда да білеміз, оталдырып қалғанда сырр ете қалады. Сол сырылдаудың бәрі темір мен темірдің үйкелісі, сол үйкелістерді бұл азайтады барынша. Өйткені барлық жерде үнемі қабыршақ түзіп тұр. Енді бұл Бортек тек қана май жеуге ғана арналған нәрсе емес. Бұл профилактикаға барлық автокөліктерге үнемі қолдансақ болады. Бұның қолданғаннан кейін, мысалы, бұл өзі 20 мың теңге тұратын болса, қазіргі бағасы. Бұл бензинді 10 мың километрде бензин құясыз ғой. Ең азы 10% үнемдегеннің өзінде сізде бір 15-20 мың теңгеңізді уже өз ақшасын үнемдеп тастайды. Бірақ 13 литрден 8,5 литрге дейін расходты азайтты деген тәжірибеде сондай комментарийлер бар. Енді әрине өз көзімізбен жеткізгеннен кейін оны тағы да бөлісіп отырамыз. Жалпы өнімдер осы, бұл мына Бортектің артықшылығы өзінің конкуренттерінің ішінде, бұл мына жерде айтып кеттік, не істейді? Сырғанақ, өте сырғанақ. Оны салыстырсаңыздар болады, жазып ChatGPT-дің өзі айтып береді. Одан кейін төртінші ең маңыздысы, бұның құрамында не дедім, түйіршіктер жоқ. Ал түйіршіктер бар, бұған дейінгі присадкілерді мықты осындай қабыршақ түзетін присадкілер бар, бірақ құрамында түйіршік болғанына байланысты фильтрлерді бітеп, андай сондай ұсақ-ұсақ жерлерде, мысалы сеткілер бар, видите, сондай жерлерге тұрып қалғандары тәжірибеде кездескен. Ал бұл 2020 жылы разработка болған 2020, бірақ 23-24-те ғана барып сатылым басталған. Ойлап қараңыздар, 2020 жылға шыққан барлық катализаторларға жауап бере алады. Яғни ең соңғы, егер түйіршіктер шығатын болса майдан, ол уже катализаторға да зиянын береді, золасы бар деген сөз. Мынада зола да жоқ, және бұл нағыз жидкий бормен ненің қосындысы, керамиканың. Сондықтан бұл жерде таза жидкий болғандықтан бұл барлық автокөлікке қолдануға кеңес беріледі. Пайдалы болсын, қолданыңыздар, лайк басып, қолдан келгенше достарыңызбен бөлісіп қолдап кетіңіздер.